Арктикалық экспедиция кездейсоқ ежелгі өркениеттер заманнан бері иықтап жатқан бір құбыжықты оятып алады. Енді ғалымдар тек тірі қалу үшін ғана емес, әскери күшпен бірігіп, тірілер әлеміне қайта оралуға ұмтылған көне қорқынышты тоқтатуы тиіс. Халықаралық құрамдағы 19 геологтан тұратын топ Арктикаға аттанады. Солтүстік полюске жақындаған соң, олар су астында жарылыстар жасап, алынған деректерді мұқият зерттей бастайды. Джулия мен Оскар Нансен қазан шұңқырының үстіне орнатылған шатырда отырып, әр 3 минут сайын заряд түсіреді. Алайда әлсіз нәтижеге көңілі толмаған экспедиция жетекшісі жарылғыш заттың мөлшерін 2 есе көбейтуді бұйырып, содан соң дереу базаға оралуға әмір береді. Бұйрықты орындаған Оскар қос мөлшердегі жарылғышты суға тастайды. Бірақ олардың тура астында Ресейдің әскери сүңгуір қайығы Атаманурмак үнсіз өтіп бара жатқаннан бейхабар еді. Бірінші рангтегі капитан Александр Веронин басқаратын субмарина әр жарылысты егжей-тегжейлі бақылап отырғанымен, ешқандай әрекетке бармайды. Себебі жарылыстар әлсіз, қаптамаға зақым келтіре алмайды және құпия миссияға кедергі жасамайды. Алайда сүңгуір қайық діттеген жеріне қарай ілгерілей бергенде, экипаж түсініксіз құбылыстарға тап болады. Алғашында бұл тек белгісіз қозғалыстар ғана еді. Кейін бір матрос олардың соңынан бірдеңе ілесіп келе жатқанын хабарлайды. Аздан соң, мұхит түбі көтеріліп жатыр деген дауыстар естіледі. Бұл ақылға сыймайды, бірақ дәл сондай оқиға болып жатты. Жоғарғы мұз қабаты қақырап, қирай бастайды да, ғалымдар дереу қауіпке тап болады. Джулия мен Оскар жол талғамайтын көлікпен шегінгенімен, апатқа ұшырап, көлік жарылып кетеді. Амалсыз жаяу жалғасқан олардың жолы одан сайын қиындайды. Ақыры белгісіз, алып күш геологиялық станцияны түгел жойып, қалған 17 ғалымды қырып салады. Енді екеуі ғана тірі қалып, азықсыз, жабдықсыз, байланыссыз қақаған аяздың ортасында жалғыз қалады. Ал сүңгуір қайықта дүрбелең басталады. Бөгде биологиялық құбыжық шабуылға шығады. Александр бірдеңе сұмдық жақындап келе жатқанын түсініп, бағытты өзгертуді бұйырады. Бірақ кешеді. Жаратылыс кемеге соққы беріп, көп матросты әп-сәтте қырып салады. Қайықтың құритынын сезген капитан шұғыл маяк жіберіп үлгереді. Бірақ көп ұзамай Атаманурмак Гренланд теңізінің түбіне құлап, мәңгіге жоғалады. Таңертең Ресей әскери теңіз күштерінің бас штабына байланыс үзілгені туралы шұғыл хабар жетеді. Адмирал Беласов мұны орны толмас шығын деп санап, бірден құтқару операциясын бастайды. Заппалары атты ядролық сүңгуір қайық жоғалған кемені табу үшін аттандырылады. Себебі ішінде жаудың қолына түсуге болмайтын құпия қару жүйесі бар еді. Міндет айқын. Қайткенде де табу және қажет болса жою. Командир болып екінші ранг капитаны Виктор Веронин тағайындалады. Ол жоғалған Александрдың туған інісі. Екі ағайындының күрделі қарым-қатынасын ескере отырып, қатаң мінезді артиллерия адмиралы Ольшинский операцияны қадағалау үшін жіберіледі. Ол тек бақылаушы болуы да мүмкін, қажет болса Виктордың орнына тікелей басқаруға кіріседі. Бұйрықты алған Виктор үйіне асығады. Анасы қатты алаңдайды. Кезінде олардың әкесі де теңізші болып, экипажын құтқарып қаза тапқан еді. Анасы тарих қайталана ма деп қорқады. Жолға шығар алдында ол Викторға марқұм әкесінің сағатын сыйлап, тірі қайт деп жалбарынады. Кешкісін Виктор портқа келіп, Ольшинский және оның сенімді орынбасары Татариновпен кездеседі. Экипаж су түбін іздеуге арналған батискафты тиіп, дайындықты аяқтайды. Кеме теңізге шығады. Ал Джулия мен Оскар тірі қалу үшін күресуді жалғастырады. Әлсіз байланыс ұстайтын жер тапқанымен, ол қауіпті жартастың қырында орналасқан еді. Норвегиялық мұнай платформасына хабарласу талабы сәтсіз шығады. Ал ауа райының қолайсыздығынан сигналдық ракеталары пайдасыз болып қалады. Кейін олар Атаманурмак жіберген маякты кездейсоқ тауып, соның қасында қалып, көмек күтуге бел байлайды. Заппалары халықаралық суға жеткенде, Виктор толықтай құпия миссия жайлы мәлімет алады. Экипаждың көпшілігі шындықтың тек бөлшегін ғана біледі. Ал Виктор бүкіл жауапкершілікті сезінеді. Ағасы тірі болуы мүмкін, бірақ ең бастысы, құпия қаруды жауға бермеу. Қажет болса, оны жоюға да дайын. Уақыт пен оттегі таусылып барады. Виктор кемені бар жылдамдықпен алға бұйырады. Жолда олар белгісіз сигнал ұстап, бағытын өзгертеді. Бірақ көп ұзамай ақылға қонымсыз оқиға орын алады. Ондаған алып кит сүңгуір қайықты қоршап, оны бөгегісі келгендей әрекет етеді. Кейбір матростар мұны кездейсоқтық емес, ескерту шығар деп санайды. Бірақ көпшілігі мән бермейді. Киттерден құтылу үшін Виктор тереңге сүңгуге бұйрық береді. Бірақ жануарлар соңынан ереді. Ашуланған Ольшинский команданы өз қолына алып, жоғары жиілікті үркіткіш сигнал қолдануға бұйырады. Бұл жануарларға зиян тигізуі мүмкін, бірақ ол үшін бастысы миссия жалғасуы. Ақыры киттер шегінеді.
бірақ бірнеше секунд ішінде борттағы датчиктер бейтаныс дыбысты анықтайды. Экипаждың жүрегін бір қауіп сезімі билейді. Кейін матростардың бірі мүмкін емес хабарды жеткізеді. Мұхит түбі көтеріліп жатыр. Көп ұзамай бәрі түсінеді. Оларды алып әрі белгісіз биологиялық жаратылыс аңдып жүр. Вице-адмирал бірден торпедо атуға бұйырады. Бірақ Виктор тәуекелді шешім қабылдайды. Екінші ранг капитаны сүңгуір қайықты жоғары көтеріп, мұз арасындағы тар арнаны паналауды бұйырады. Қайық мұзды туннельге сіңіп кеткенде, құбыжық шегінгендей көрінеді. Бірақ көп ұзамай экипаж тұзаққа түскенін аңғарады. Алдарында мұз қабырғасы, кері қайтуға жол жоқ. Өлімге бір қадам қалған сәтте, олар турбиналарды іске қосып, қайықты қабырғадан небәрі 1 метр қашықтықта тоқтатады. Қауіп сейілгендей болған соң, бәрі демін ішке тартып, жағдайды саралай бастайды. Алайда адмирал ашулы еді. Ол Виктордың қауіпті маневрін жауапсыздық санайды, және портқа оралған соң оны жауапқа тартатынын айтады. Бірнеше сағаттан кейін заппалары апат аймағына жетіп, мұзды жарып бетіне шығады. Онда олар Джулия мен Оскарды кездестіреді. Ал екеуі соңғы күндері бастарынан өткен сұмдықты баяндайды. Адмирал шетелдіктерді құтқаруға қатаң тыйым салады, оларды ықтимал қауіп деп санайды. Бірақ Виктор тағы да бұйрықты орындамайды. Ол кезіккен әр адамды құтқаруды талап етеді. Бұл адмиралдың көзінде оның екінші ескертпесі. Сүңгуір қайық 20 шақырымдық аумақта батып кеткен кемені іздеуге қайта сүңгіп кетеді. Медициналық тексеріс кезінде Джулияның Ресей тумасы екені белгілі болады. Оны оқиға туралы тергеуге мүмкіндік туады. Виктор сұрақтарды өзі қояды. Джулия отбасымен бірге Кеңес одағы күрегенде Швецияға қоныс аударғанын айтады. Ол маяк табылған жерді, жарылыстардың орналасқан аймағын баяндайды. Техникалық сұрақтарға жарылыстың қуаты, заряд саны, қолданылған жарылғыш түрлері туралы жауап бере отырып, Джулия өзінің де Оскардың да басын қатерге тігіп отырғанын байқамай. Олар экспедицияны ресейлік сүңгуір қайықтың жойылуына себепші деп кінәлауы мүмкін. Виктор ағасын құтқаруға әлі де үміттеніп, іздеуді жалғастыруға бел буады. Ал адмирал ашық күмән келтіреді. Ол экипаждың өлгеніне сенімді, әрі уақыттым шектеулі. Олардың байланыс құралдары да мұз туннеліндегі зақымнан істен шыққан. Енді базамен хабарласу мүмкін емес. Адмиралдың ойынша жалғыз дұрыс шешім кері қайтып, әскери қолдаумен қайта оралу. Бірақ Виктор тағы да қарсы шығып, батып кеткен геологиялық базаны зерттеуді ұсынады. Жағдай шиеленісіп, қақтығысқа айналардай көрінеді. Тек адмирал бір рет соңғы мүмкіндік береді. Себебі бір кездері Виктордың марқұм әкесі оның командирі болған еді. Виктор ағасын құтқарудан үмітін үзе бастаса да, әлі де соған талпынады. Олар өмір бойы бәсекелес болғанымен, енді Виктор Александр үшін бәріне баруға дайын. Оның бірінші офицері де қолдап, үміт бар деп сендіреді. Сүңгуір қайық теңіз түбін сканерлеу үшін қуатты акустикалық сигнал жібереді. Бірақ бұл дыбыс тереңде ұйықтап жатқан көне жаратылысты қайта оятады. Ол қайтадан кемеге шабуылға шығады. Виктор бағытты өзгертуді бұйырады. Бірақ жаңа жол оларды тура Норвегиялық мұнай платформасына әкеледі. Бөгде елдің оларды байқап қойғанын түсінген соң, қайық бетіне шығады. Перископты көтеріп, платформаны бақылайды. Алайда Виктор көргеніне сенбей қалады. Дыбысқа тартылған құбыжық субмаринаға емес, платформаға тап бере. Теңіздің түбінен алып, 8 аяққа ұқсайтын жаратылыс шығып, мұнай қондырғысын тырнақтармен жаншып тастайды. Экипаж үрейленіп, алып құбыжықтың қорқынышты күшімен құрылымды күл талқан еткеніне куә болады. Олар суық шындықты түсінеді. Геологиялық экспедиция жасаған жарылыстар мыңдаған жылдар бойы ұйқыда жатқан ежелгі құбыжықты оятқан болуы керек. Сүңгуір қайық шегінуге тырысады, бірақ платформа жойылған соң, жаратылыс назарын қайтадан оларға аударады. Ол жақындай түседі. Виктор шұғыл қашуды бұйырып, экипажға қимылдарды бастауға әмір береді. Бірақ вице-адмирал Ольшинский мұны Виктордың үшінші әрі соңғы қатесі деп санайды. Ол басқаруды өз қолына алып, 2 торпедо атуға бұйырады. Жарылыстар естіліп, бәрі қауіптің жойылды деп үміттенеді. Бірақ олай болмайды. Жарылыс құбыжықты одан сайын қағарландырады. Ольшинский тағы 2 торпедо атуға бұйырады. Тағы да жарылыстар, бірақ жаратылыс тоқтамайды. Әр секунд сайын жақындай түседі. Дағдарыстың өршуінен адмирал абдырап, үрейге беріліп, шешім қабылдай алмай қалады. Виктор оның көзінен алғаш рет қорқынышты көреді. Сәтті пайдаланған Виктор басқаруды қайта өз қолына алады. Ол бағытты өзгертуді бұйырады. Бірақ тым кешеді. Құбыжық алып қармақшалармен сүңгуір қайықты соғып, оны тереңге тартады. Қаптамаға ауыр соққылар түсіп, бірнеше бөлік жарылады. Торпедо қоймасында өрт тұтанады. Виктор балласты босатуға және өрт сөндіруге бұйрық беруге дайындалғанда, кенет бір ой келеді.
жаратылыс оларды дыбыс арқылы аңдып жүр. Дыбыс неғұрлым қатты болса, соғұрлым дәл шабуыл жасайды. Демек, аман қалудың жалғыз жолы үнсіз қалу. Виктор батыл шешім қабылдайды. Ол экипажға үнсіздік режиміне көшуге бұйырады. Барлық қозғалтқыштар мен турбиналар өшіріледі. Ешкімге дыбыс шығаруға болмайды. Тіпті бір жөтел не түшкіру де олардың орнын әшкерелеп, бір сәтте ажал әкелуі мүмкін. Тек тұрақтандырғыштар ғана жұмыс істеп, қайық ағыспен бірге үнсіз жүзе бастайды. Ал торпедо қоймасында өрт өршіп тұр. Бірақ оны сөндіру, дыбыс шығару деген сөз, ал дыбыс өлім. Бір бөлігі жалын мен түтінге тұншығып, үнсіз жанын қиюға мәжбүр болады, тек өзгелер тірі қалу үшін. Сүңгуір қайықтан дыбыс шықпаған соң, құбыжық алыстап кетеді. Экипаж осы сәтті пайдаланып, жаралыларды құтқаруға кіріседі. Олар әрең дегенде торпедо қоймасын оқшаулап, фреонды босатып, өртті өшіреді. Қайтыс болғандар жоқ, бәрі аман қалды. Бірақ енді қайық қарудан айырылды, егер қауіп қайта оралса, қорғана алмайды. Медициналық қызметкерлер жетіспегендіктен, Джулия мен Оскар жаралыларға көмектеседі. Бастапқыда Джулия капитанға сенімсіздікпен қарап, тіпті ашулы болды. Бірақ кейін ол мен Оскарды құтқару туралы шешімді Ольшинский емес, Виктор қабылдағанын білгенде, көзқарасы өзгере. Командалық топ келесі қадамды талқылауға жиналады. Экипаж хабарлайды. Көптеген жүйелер зақымдалған, қаптамада жарықтар бар, олар тереңге түскенде жарылып кетуі мүмкін. Қару да жоқ, байланыста жоқ, өздерін қорғау да мүмкін емес. Барлық жағдайды ескере келе, Виктор жалғыз дұрыс шешімге келеді. Шегіну. Алға жылжу, тым қауіпті, ол қайықпен одан да көп адамның өмірін қияды. Экипаж кері қайтуға дайындала бергенде, Джулия капитанмен оңаша сөйлесуге мүмкіндік алады. Ол қуып жүрген жаратылыс Кракен екенін айтады. Ол соңғы рет 5000 жыл бұрын көрінген. Бірақ жарылыстар оны оятып жіберген. Енді оны ештеңе тоқтата алмайды. Егер жоймаса, ол жүздеген, мүмкін мыңдаған адамның өмірін жалмайды. Джулияның ойынша, оның миясы Нансен қазан шұңқыры маңында, әрі дәл сол жерде атаман Урмак та батып кеткен болуы ықтимал. Виктор екі ойлы күйде қалады, бірақ жаралы матрос шұғыл жаңалық жеткізеді. Қайық үнсіз жүргенде бір түрлі дыбыстар жазып алған. Жазбаны тыңдағанда, біреу сыртынан металл қабырғаға қаққанын анық көреді. Бұл олардың әріптестері әлі тірі дегенді білдіреді. Құбыжық алыстағанына көз жеткізген соң, капитан ойын өзгертеді. Ол экипажға батылған кеменің орнына бет алуды бұйырады. Тәуекел екенін біледі, бірақ экипаж оны қолдайды. Әріптестерін құтқару үшін өмірін қатерге тігуге дайын. Ештеңе таппаған соң, көмекшілер тереңірек сүңгуге кеңес береді. Виктор келіседі, бірақ тісе бастағанда қаптама сықырлап, жарылып, болттар ұшып, құбырлар қысымнан жарылып кетеді. Ол дереу кері қайтуға бұйырады. Жақын арада олар 5000 метрлік тұңғиықтың шетінде тұрғанын біледі. Сүңгуір қайық бұдан әрі түсе алмайды, бірақ сигнал сол шатқалдан келіп тұр. Виктор батискафқа түсуге шешім қабылдайды. Екінші пилот жаралы болғандықтан, ол сүңгуір қайықты адмиралға сеніп тапсырып, өзі Кошкинмен бірге түсуге бел буады. 1800 метрден төмен түскенде, батискафта қысымға шыдамай сықыра бастайды. Бұл шегі екенін түсінген олар аймақты шолуға көшеді. Олар тастар арасындағы теңіз зиратын табады. Жүздеген кеме қаңқасы арасында өздерінің әріптес сүңгуір қайығы жатыр. Кошкин әрең дегенде құлыптама жасап, ішке енеді. Бастапқыда тым тыныш көрінеді, бәрі кеш сияқты. Бірақ экипаж тірі екен, жаралы, шаршаған, аш-жалаңаш, бірақ аман. Олардың ішінде Александр да бар, ол інісін көргеніне қатты қуанады. Батискаф барлығын көтере алмайды. Сондықтан эвакуация 2 рейспен жүргізіледі. Алғашқы 20 адамды алып кеткен соң, Виктор ағасымен бірге батып кеткен қайықта қалады. Алайда бір жаралы матрос қате әрекет жасап, сүңгуір қайық баяу тұңғиыққа сырғи бастайды. Уақыт азайғанын түсінген Кошкин таратқышты қалдырады. Бірақ көмекшісі оны өшіруді талап етеді. Сигнал Кракенді тартып әкелуі мүмкін. Өкінішке қарай, құбыжық сигналды естіп, олардың ізіне түседі. Жаралы пилот түсе алмайтындықтан, амалсыздан Оскар орнына түседі. Кошкин екеуі қайтадан батискафпен төмен түсіп, қалғандарын құтқаруға тырысады. Сол сәтте Кракен белсенді сүңгуір қайықты тауып, оны жоюға дайын тұрады. Шарасыз адмирал қайықты теңіз түбіне отырғызуды бұйырады. Бірақ тереңдік тым қауіпті еді. Қаптама жарылардай сықырлай бастайды. Сол кезде батискаф кездейсоқ таратқышқа тиіп, оны сындырып алады. Құрылғы асы дауыспен белгі бере бастайды. Құбыжық дыбысты естіп, белсенді қайықтан айнып, батискафқа қарай бұрылады. Кошкин мен Оскар қайтадан батып кеткен қайықты таба алмайды. Бірақ Виктор жабдықты іске қосып, сигнал беруге мүмкіндік жасайды. Осылайша олар құпия қаруды жоюға арналған кодты енгізуге жағдай жасайды. Бірақ кей жабдық зақымданғандықтан, кодты торпедо бөліміне барып қолмен енгізу қажет болады. Александр жаралы,
басқалары да хал үстінде. Сондықтан Виктор жалғыз өзі барады. Ол су басқан өткелдерден өтіп, ағасымен байланысып, әрекеттерін үйлестіреді. Қалған экипаж батискафқа эвакуацияланады, бірақ Виктор мен Александр қайықта қалады. Кракен шабуылға шығып, қайықты екіге қақ бөледі. Ол қалдықтарды қармақшалармен орап, қыса бастайды. Ағайындылар өлім аузында тұрғандай, бірақ берілмейді. Олар бірігіп құпия қаруды іске қосады. Орасан зор қуатты импульс бүкіл кеңістікке тарап, Кракенді күл-талқан етеді. Жаратылыс жойылған соң, ағайындылар асығыс қашып шығады. Бір сәтте бір-бірін көзден таса қылады. Бірақ әрқайсысы екіншісін құтқару үшін бәрін тәуекелге тігеді. Ақыры екеуі де батискафқа жетеді. Бірақ жаңа кедергі туындайды. Құлыптама кептеліп, батискаф ажырай алмай қалады. Ал таймер құпия қарудың толық жойылуына санауды бастап қойған. Егер уақытында ажыраса алмаса, қысым оларды қырып салады. Соңғы сәтте Александр қосалқы тетікті тартып, батискафты босатады. Олар бірнеше метрге ғана алыстайды. Дәл сол кезде сүңгуір қайық жарылып кетеді. Батискаф қатты шайқалып, бірақ ғажайыппен бетіне шығады. Екі экипаж да портқа батырларша оралады. Жоғарғы қолбасшылық оларды қарсы алып, анасы ұлдарының ерлігіне мақтанышпен қарайды.